Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте ерекше дәмді болып шығатын асқабақтан құймақ жасайтын боламыз. Видеомды соңына дейін көріп, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен асқабағымыздың қабығын аршып, уақтап турап алатын боламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін описание бөліміне толықтай жазып қоятын боламын. Туралған асқабақтарымызды ыдысқа салып, газге қойып, үстіне суын құйып, қайнатып алатын боламыз. 30 минуттың шамасында пісіп, біздің асқабағымыз дайын болды. Осылай оңай езіледі. Енді басқа ыдысымызға суымызды, сүтімізді құйып алатын боламыз. Барлығы бөлме температурасында болуы маңызды. Және де оған 1 ас қасық қантымызды, 1 шай қасық тұзымызды және ашытқымызды қосып, оның үстіне 3 дана жұмыртқамызды араластырып, және де асқабағымызды салып, барлығын біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Айта кететін жайт, бұл жерде қантты өз қалауынша қоссаңыздар болады. Менің асқабағым тәтті болғандықтан 1 ас қасық қосқан болатынмын. Енді осы массамызға електен өткізілген ұнымызды жаймендеп қосып, түйіршік қалып қоймайтындай етіп араластырып дайындап алатын боламыз. Осындай біркелкі әдемі масса болуы қажет. Арасында түйіршік болмауы маңызды. Енді біздің ашытқымыз реакцияға түсуі үшін бетін жауып, 30 минуттың шамасына қойып қоятын боламыз жылы жерге. 30 минут өткеннен соң біздің массамыз 2 есеге ұлғайып көбейеді. Оны араластырып, ыдысымызды газге қойып, жылытып алып, үстіне май жағып, пісіре берсек болады. Ыдысымызды 1 рет майлап алғаннан соң қайтадан жағудың қажеті жоқ. Кәдімгі құймақ секілді пісіре берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, ерекше болып. Бетіне түйіршіктер пайда болған мезгілде дайын деген белгі, демек ар жағын аудара берсек болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, өте қанық түсті болып, әдемі болып шықты біздің құймағымыз. Осымен бүгінгі асқабақтан дайындалған ерекше құймағымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдіремін. Сіздермен бірге болған Гүлбану. Келесі видеомда кездескенше. Сіздер де дайындап көріңіздер және менің қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Әрдайым сіздермен ерекше рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.